Жақсы. Енді бүгінгі жаңа тақырыпты түсіндірмес бұрын, балалар, өткен тақырыпқа шолу жасайық, иә? Өткен тақырыбымыз жасыл химияда 12 принцип бар. Ал жасыл химия дегеніміз не екен сонымен қаны? Мақсат айта ғой. Жасыл химия қоршаған ортаға зиян келтірмеу, керісінше оған жетілдіруге бағытталған тұтас химияның ғылыми бөлігі. Өте тамаша. Келесі, жасыл химия қай жылы қолданысқа енді? Кім айтады? Бақытжан айта ғой. Жасыл химия 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары қолданыла бастады. Және бір-екі принципін айта кетші. Қалдықтарды қайта өңдеп, тазалағанша шығындарды болдырмау, және де жаңа химиялық өнім жасау кезінде бұрынғы жұмыс тиімділігін сақтай отырып, улылық мөлшерін азайту керек. Жақсы. Енді жасыл химияны жаңа айтты, 12 принципі бар. Бір-екі принципін Бақытжан айтты, енді тағы бір-екі принципін айта кетсек, Нұрбақыт айта ғой. Мүмкіндігінше аралық өнімдер алынбауы тиіс, және әрқашан үдеріс жүруі тиіс, яғни катализдік үдеріс болуы тиіс, және аналитикалық үдерісті дамыту керек. Себебі Жарайды, жақсы. Түсіндік. Яғни жасыл химияның жалпы 12 принципіне шолу жасадық. Түсіндік қой? Түсіндік. 8-11 ай 2022. Тақырыбымыз органикалық жазамыз. Химияға кіріспе. Енді балалар біз білеміз, жалпы химия үлкен екі бөлімнен тұрады. Биорганикалық химия, органикалық химия. Біз биорганикалыққа жалпы шолу жасадық. Барлық химияға қатысты заттардың, қосылыстардың барлығына да биорганикалық химия жауап береді. Яғни біз өттік биорганикалық химия негізгі кластарын өттік, металдарды өттік, бейметалдарды өттік, галогендер өттік, тағы не өттік? Циклик металдарды өттік. Одан бөлек тағы. Яғни барлық химияға қатысты, биорганикалық химияға қатысты заттардың барлығын өттік. Енді органикалық химияға келетін болсақ, органикалық химия үлкен екі тарауға бөлінеді. Біріншісі көмірсутектер және көмірсутек туындылары. Енді артына қарай көмірсутектер дегеніміз не? Яғни органикалық химияның зерттейтін негізгі салалары бар. Көмірсутектер дегеніміз не? Аты айтып тұрғандай, көміртегіден және сутектен тұрады. Ал көмірсутек туындылары аты айтып тұрғандай, көміртегі, сутегі, содан бөлек оттегіміз бар, азотымыз бар, фосфор, күкірт, тағы да басқа заттарымыз бар. Яғни бұларда көмірсутек туындылар, көмірсутектен басқа да заттар бар деген сөз. Яғни бұларда органогендер деп атаймыз. Есте сақтап аламыз. Енді қараймыз. Жалпы химик Фридрих Бьелер деген кісі химияның алуан түрлі, яғни таңғажайып толы екенін зерттеп шығарған негізгі ғалымдардың бірі. Бертелес деген ғалым Йенс Якобс Бертелес 1807 жылы органикалық химия деген негізгі ұғымды берген. Химияда заттар деген ұғым бар, иә? Заттар үлкен екі топқа бөлінеді. Органикалық және биорганикалық. Қараймыз, органикалық жаңа түсіндіріп өткендей, басқалармен қатар элементтер құрамында көміртегі бар. Яғни органика дегеніміз негізінен көміртегіге қатысты барлық заттарды зерттейтін негізі ғылымды айтамыз. Ал биорганика деген бұндай химиялық заттар жоқ. Яғни бұл барлығына да қатысты, органикаға да, биорганикаға қатысты дүниелерді биорганика зерттейді. Енді ерекшелігі негізінен көміртегі CO2 дегеніміз көмірқышқыл еківалентті. Көмірқышқыл 4 валентті оксиді, көмірқышқыл 2 валентті оксиді, кальций хлориді және көмірқышқылы. Яғни барлығының құрамында не бар? Көміртегі бар. Яғни органикалық заттың негізгі химияны зерттейтіні көміртегі. Енді органикада біз білеміз, көміртегі негізінен көміртегі жалпы
2 валентті және 4 валентті болып келеді. Ал органикада бұл қатып қалған заңдылық 4 валенттілік. Тек 4 валенттілікті ғана көрсетеді органикалық химияда көміртегі. Көміртегі органик заттың құрамына кіретін көміртегі атомы бұдан басқа заттарды не деп айттық? Аргонна келген. Органикалық заттар мен бейорганикалық заттардан жалпылама алатын болсақ, органикалық заттар бейорганикалық заттарға қарағанда бірнеше есе көп деген сөз. Жалпы бізде табиғатымызда негізі органикалық заттар көп кездеседі бейорганикалық заттарға қарағанда. Біз бейорганикалық заттарды жалпылама мына металл, болмаса бейорганикалық оксидтер, болмаса тұздар деп айтқанымызбен, органикалық заттар одан да көп екен, бірнеше есе көп. Енді жалпы көмірсутектер жаңа айттым, үлкен 2 топқа бөлінді, иә, органикалық химияның, органикалық заттар. Көмірсутектер және көмірсутек туындылары. Енді көмірсутекке келеміз. Көмірсутек 3 үлкен топқа бөлінеді. Біріншісі қанықпаған және ароматты. Қаныққанның өзі алкандардан тұрады және циклоалкандардан тұрады. Алкандар дегеніміз формуласы CnH2n+2 жауап береді. Негізінен метан гомолог қатары бойынша осы алкандарға жатқызамыз. Циклоалкан, цикло дегеніміз тұйықталған деген сөз. Формуласы CnH2n. Келесі қанықпаған көмірсутектер. Яғни алкендер. Қараймыз енді алкендердің формуласы да CnH2n. Циклоалканның формуласы да CnH2n. Екеуінің формуласы бірдей. Бірақ қалай ажыратамыз? Алкендер тізбектелгенде ең жұрнағы болғандықтан, яғни бұда қос байланыс, бір қос байланыс болады. Алкендер жұрнағымыз өзгерді ма? Өзгерді. Алкан еді, одан алкен болды, я? Яғни ен болды. Яғни ан жұрнағы болса бір байланыс, дара байланыс. Ен жұрнағы болса қос байланыстан біреу, ин жұрнағы болса 3 байланыс деген сөз. Енді ден, алка ден. Формуласы CnH2n азайтылған 2. Яғни алка ден мен алкиннің екеуінің формуласы бірдей. Оны қалай ажыратамыз? Яғни соңғы атау жұрнақтарына қарап. Біреуінде алкин, ен жұрнағы, біреуінде ден. Ден деген ди дегеніміз 2 деген мағынаны білдіреміз. Ен дегеніміз жаңа қос байланыс дедік. Яғни қос байланыстан екеуі бар деген. Яғни ароматты көмірсутек формуласы CnH2n азайтылған 6. Енді алкандарға келетін болсақ, алкандардың мына жерде таблицада тұр. Яғни бірінші гомологтық қатар дейміз. Ан жұрнағымен жалғанған, ан деген басқа түспен белгілеген, я? CH4, C2H6, яғни метан, этан, пропан, бутан, пентан, бұлардың барлығы гомологтық қатар бойынша орналасқан. Метанның гомологтық қатары. Яғни бірінші тұрған метан мен этанның екеуінің арасындағы айырмашылық қандай деп ойлайсыңдар? CH2. Яғни метан деген затқа, алғанға CH2-ні қоссақ этан. CH2-ге CH2-ні қоссақ C2H6-ға пропан деген. Яғни алғандардың гомологтық қатары дегеніміз арасындағы айырмашылық CH2 тобында. Яғни түсіндік па? Ан жұрнағы жалғанса бұлар алкандар деп аталады. Формулаға келеміз. Жаңа формуласын айттым. CnH2n қосылған 2. Енді бірді мысалы айтамыз гомологтық қатар бойынша. Мына n дегенге сан береміз. Мысалы 1. 1-ді берсек, формула қалай шығады? CH4. Яғни CH4 дегеніміз қараймыз метан деген зат. Яғни ортасындағы құрылымдық формула бойынша көміртегі 4 сутегімен байланысып тұр, яғни қанығып тұр. 4 өзімен айттым органикалық химияда көміртегі дегеніміз негізінен 4 валентті, 4 байланыспен байланысады. Толық байланыс, толық сутегімен қанығып тұр. Енді мен сендерге көрсеттім, мынаны пирамида секілді қандай көмірсутектің қай түріне жатады деп ойлайсыңдар? Цикло неліктен? Өйткені тұйықталған, жаңа айтып кеттім, тұйықталған деген мағынаны білдіреді. Цикло дегеніміз жаңағы алкандардың гомологтық қатары. Гомологтық қатарда метан, этан, пропан, бутан деген зат бар. Яғни құрамындағы бір сутегісі кемісе, онда
ол радикал болып есептелінеді. Яғни радикал дегеніміз жұптаспаған электроны бар бөлшектер. Мысалы, метан деген затымыз бар еді, бір сутегі кеміп қалды, метил болды. Этан деген затымыздың бір сутегі кеміп метил. Пропан дегеніміз бір сутегі кеміп пропил. Яғни бутил, пентил деп арқарай кете береді. Яғни жұрнағы қалай болады? Ил жұрнағы. Бұны радикалдар деп атаймыз. Номенклатура дегеніміз аталуы. Изомерия дегеніміз біз бірінші мынадай бізге жалпы құрым зат берілді, иә? Мына алкан деген зат. Өйткені алкан дегеніміз бір қара тізбекті. Енді бірінші бұны қалай атаймыз, атау керек? Біз атау үшін бірінші ұзын тізбекті, иә, сызылып тұр ғой, ұзын тізбекті қараймыз. Қараймызда қай жағында метил тұр? Радикал дейміз, иә? Радикал қай жағына орналасқан, сол жақтан бастап белгілейміз. Бірінші жақын тұр, яғни мына бастан бастап белгілейміз. 1, 2, 3, 4. Енді үшінші тобына атаймыз. Енді атау үшін бірінші тізбекті атаймыз, сосын радикалды атаймыз. Радикалдан кейін бар соңында ұзын тізбектің атын атаймыз. Енді 4 көміртегіміз неше, қандай аты? Бутан деген зат. Бірақ біз бутан деп сразу айтпаймыз. Бірінші нелерін нөмірлерген бойынша номерді атаймыз, иә? Бірінші номер. 2 метил радикалды атаймыз, сосын барып бутан. Яғни 2 метил бутан деген зат бар. Түсіндік па? Изомерлену дегеніміз, мен сендерге айттым. Жалпы құрамы бірдей болады, бірақ құрылысы қасиеттер әртүрлі болып кетеді зат. Мысалы, мына жерде көміртегі нешеу? 5. Енді бізде 5 көміртегісі бар. Алканды атайықшы. Пентан. Бірақ мынау пентан емес. Өйткені пентан дегеніміз бір тізбектің бойында тұру керек. Мына жерде тармақталған, иә? Яғни бірінші нелен жаңа нөмірлеп аламыз. Сосын нөмірлік болғаннан кейін 2 метил. Нөмір бойынша радикалды атаймыз, сосын ұзын тізбекті атаймыз. 2 метил бутан. Дәл солай келесі құрылымдық формула берілген алканды өздерің атап жасасыңдар. Жазып аламыз дәптерге. Органикалық химияға кіріспе тақырыбын түсіндік па? Жалпылама түсіп қалыптасты ма? Қалыптасты. Енді сендерге пысықтау ретінде мен сендерге үлестірме қағаз беремін. Сол бойынша есептеп атауын атап бересіңдер. Айбын Ерсайынға берейін. Нұрбақытқа берейін. Және Ерланға берейін. Ал тез бүгінгі түсінгеніміз бойынша жазамыз. Екі қос байланыс бар. Екі қос байланысты не деп атаймыз? Жалғау диен. Енді бірінші мынау тізбекті атаймыз. Неше көміртегі? Көміртегі 5. 5 көміртегімізді пентан. Бірақ бізде диен жұрнағы болғандықтан пентадиен болып жазылды. Тамаша. Диен. Келесі Ерлан шыға қой. Мына жағына. Сенде берген? Жоқ, екіншісі. Тапсырма. Нонан. Ал нонан дегеніміз көміртегіміз нешеу екен? Алған ар жағына таблицамыз бар. Кестеміз, сол кестеге қараймыз. 9. Яғни көміртегіміз салып аламыз. Енді қасына не істейміз? Ашпен толықтырамыз, я? Сутегімен толықтырамыз, я? Біріншіне. Қасына жазасың. Я, неше болады? 2 болады, апай. 2 болады. Келесіне. 2, өйткені 1, 2, екеуін айтсын.
Demol turadi bari. So'ng so'ngdan CH2 H'ның индекс қылып солай жазу керексің. CH2 қалған берген балалар Айбын, Нұрбақыт, 3 дейсің соңғысына 28 3 болу керек қой. Алдын менде таптар шықса болады. Апай дұрыс па соңғысы 3 па? соңғысы 3, өйткені не? 3 қойдың ба не жер 2 ма? 3. Не екен 3? Өйткені бір байланыс, үш байланыспен байланысы, яғни 3 болу керек. Енді пысықтау сұрақтарының соңғы. Біз жаңа өткен органикалық химия кіріспе бойынша тест дайындап келген едім. Тестті әрқайсымыз орындаймыз, тағы қосымша айтамыз, иә? Органикалық химия терминін ғылымға енгізген кім? Яғни С нұсқасы, иә? Келесі, қай органикалық қосылыстардың қатарында тек көмірсутектер бар? Өзіміз жазамыз, бірдің асы, екінің бысы, өзіміз жазамыз. Тез-тез жазайықшы, балалар. Апай 4-ші сұрақты. 4-ші сұрақты қазір кетеміз. Қатысып отқан балалар жарайсыңдар. Мақсат қатысты, Ерлан қатысты, Айбын қатысты, Ерсайын, Нұрбақыт, Бақытжан қатысты. Атап жіберейікші. Алдияр, атап жіберейікші. Яғни, құрамда қанша көміртек бар? Бентан. Келесі, назатымыз. Құрамда. Бентан апай. Этан деген. Ал мынау? Бутан, бірақ циклонда. Неліктен өйткені тегіс қалған, иә? Балалар, соңғы пысықтау сұрақтарына біз Кюзлет программасында тест дайындадым. Осы тестті орындаймыз. Мен сендерге ссылка жібердім, соны ашамыз. Қане орындайықшы, өзіміздің барлығымыз қолымызда смартфондарымыз бар. Ашып орындаймыз. Балалар орындап біттік па? Орындап бітетін уақытымыз болды. Қаны, кім қаншағын орындап бітті? 10 сұрақтың барлығына жауап бердік па? Бар жоқ 10 ғана тапсырма. 18-не жауап бердім. 11-не жауап бердім. Ерлан? 18-не жауап бердім. 18-не жауап бердім. Енді үйге берілген тапсырма. Тапсырма 10-шы кластың химия 10-шы сынып химия 2-ші бөлімі параграф 60-шы тақырыпты жазамыз. Оқып келеміз.